Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен санаулы минуттар ішінде ғана дайындалатын өте дәмді мінсіз панкейктер рецептісімен бөлісемін. Дәл осы панкейктерді өзім отбасыма таңғы асқа жиі дайындаймын. Құрамындағы ингредиенттері кез келген ас үйден табылады. Бірінші жасағаннан сәтті шығады. Міндетті түрде менімен бірге дайындаңыз. Таза құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны салып, оған қант қосамыз. Айранды құямыз. Айранның температурасы маңызды емес, және оған сұйық майымызды қосамыз. Барлық ингредиенттерді венчикпенен жақсылап араластырамыз. Көп араластырудан қажеті жоқ, тек ингредиенттеріміз бір-бірімен араласса жеткілікті. Енді осы сұйық массамызға електен өткізілген ұнды және қопсытқышты салып, тағы да барлығын түйіршік қалмайтындай етіп, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Панкейк жақсы көтерілу үшін ұнды електен өткізіп қосуға кеңес беремін. Қамырдың консистенциясы түйіршіксіз видеода көрсетілгендей болып шығуы керек. Табаны алдын ала қыздырып, ол қызған уақытта қамырды бір-бір қасықтан видеода көрсетілгендей етіп табаға орналастырамыз. Егер сіздердің панкейктеріңіздің көлемі үлкен болып шыққанын қаласаңыздар, онда құятын қамырларыңызды бірден 2-3 қасықтан құйсаңыздар болады. Осылайша қамырды жайғастырып, оның бетіне осындай көпіршіктер пайда болғанын күтеміз. Шамамен 2-3 минуттай пісіреміз. Бетіне көпіршіктер пайда болған уақытта оны аударамыз. Екінші жағынан да шамамен 1 минуттай ғана пісіреміз. Себебі екінші жағынан өте тез піседі. Ескерте кетейін, әркімде газ және таба әртүрлі болғандықтан сіздердің табаларыңыздың қызуына байланысты газдың астын басып немесе азайтып қадағалап пісіру қажет болады. Бастысы панкейктер күйіп кетпеуі керек. Ал егер панкейктің қамыры табаға жабысып жатқан болса, онда табаны аздап майлауға болады. Менікі сияқты антипригарный таба болса, онда майлаудың қажеті жоқ. Панкейктер дайын, оны өздеріңізге ұнайтын кез келген заттарменен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде қатырылған жемістерді және қойылтылған сүт сгущенканы пайдаландым. Сгущенканың орнына кез келген тосап түрін, балды, шоколадты ерітіп те қойсаңыздар болады. Өте дәмді керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бірінші жасағаннан мінсіз шығатын рецепттердің бірі. Бірінші дайындағаннан рецепт сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.